Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Нұрсұлтан Назарбаевтың әулеті биліктен аластатылғанымен, олар өздерінің қолдарындағы бүкіл байлықтарын сақтап қалды, және одан айырылудың орнына керісінше қаңтар қырғыннан кейін олар байыған үстіне байи түсті. Демек, Тоқаев билігі, Тоқаевтың өзі осы билікті жеке дара қолға алғаннан бері Назарбаевтарға тіс батыра алмай отыр деген сөз. Назарбаевтардың заңсыз жолмен елді тонаған байлықтарын елдің қазынасына қайтара алмай отыр деген сөз. Бұл сөздерімізге себеп күні кеше Forbes журналы әлемдегі бай адамдардың тізімін жариялады. Сол жерде Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы қызы Динара Назарбаева және оның күйеуі Тимур Құлыбаев екеуі көш бастап тұр. Қазақстандықтардың ішінде ең ірі байлардың қатарында, яғни бірінші орында тұр. Бұлардың байлықтары 7 миллиард 600 миллион доллар. Яғни өткен жылға қарағанда бұлар 1 миллиардқа байыған. Одан кейін екінші орында мынау Владимир Ким деген 4 миллиард 600 миллион доллармен Forbes-тың тізімінде тұр. Және Болат Өтемұратов деген адам, ол 2 миллиард 700 миллион доллармен, ол да осы Forbes-тың тізімінде. Енді бұл Динара Құлыбаевалардың екеуінің Назарбаевтың арқасында байығанын білеміз. Ал енді осы Болат Өтемұратов та, Владимир Ким де, ол Назарбаевтың әмияны, яғни Назарбаевтың ақшасын ұстаушылар деп аталған. Яғни олардың байлықтарының барлығы Нұрсұлтан Назарбаевтың байлығы деп есептеледі. Оны елдің барлығы біледі. Ал енді осы уақыт аралығында бұлар байыған үстіне байи түсті. Тағы бір байшешінің бірі Вячеслав Ким деген Қайрат Сатыбалдымен сыбайлас болған. Ол Каспий банктың қожайыны. Каспий банкта бір уақыттарда Қайрат Сатыбалдың да үлесі болған, кейін үлесім жоқ деп шықты, қатарынан шыққан болған. Бірақ енді көріп отырғанымыздай, Назарбаевтың кезінде байығандардың ешқайсысына тиіспеген, олардың байлықтарын елге қайтаруға Тоқаев билігі әрекет жасамаған, керісінше олар байыған үстіне байи түсті. Соның есебінен Қазақстанның халқы қиын жағдайда өмір сүріп жатыр. Егер солардың ақшасын елге қайтарған болса, соны мынау мемлекеттің қазынасына салып, елдің несиесін бір рет кешіріп, елдің жағдайының жақсаруына әрекет жасағанда, біз қазір Қазақстан халқы осы 1,5 жылдың өзінде жақсы өмір сүре бастайтын ек. Ол біліне бастайтын ек. Бірақ қазір көріп отырмыз, Қазақстан халқының басым бөлігі өзінің табысының 70%-ын азық-түлікке жұмсайды. Яғни тіпті киім киюге, киім-кешек алуға адамдардың көбінің мүмкіндігі жоқ. Жақсы тамақ ішуге де мүмкіндігі жоқ. Демек, Тоқаев билігі Назарбаевтарға тиіспей отырып, мынау Қазақстан халқының жағдайын жақсарта алмайды. Ол мүмкін емес. Сондықтан біздің айтарымыз, Назарбаевтардың барлығының ақшалары елге қайтарылу керек. Табандарына тас қойып тұрып, олардың ақшасын мемлекеттің қазынасына құйып, елдің еңсесін тіктеуге, 30 жыл бойы езілген елдің еңсесін көтеруге билік жұмыс істеу керек. Бірақ ондай билікті біз көріп тұрған жоқпыз. Керісінше, саяси реформа жасаған жоқ, өтірік парламент сайлауын өткізді, өтірік президент сайлауын өткізді, сөйтіп мығым өздері отырып алды, ал қиналған халық одан сайын қиналар түсіп жатыр. Қазір елдің ортасында жүрміз, басымыздан да өтіп жатыр. Пәтердің бағасы қанша, мысалы пәтер жалдау қанша, оны сатып алмақ тұрмақ, жалдаудың өзі қымбат қазір, ұшып тұр. Азық-түлік қымбат, құрылыс материалдары қымбат, киім-кешек қымбат. Ал Тимур Құлыбаев сияқтылар, Назарбаевтың отбасы мүшелері шалқып тасып жүр. Болат Назарбаев анау тұсау кесіп жүр, түк болмағанда өткен жылы ауырдым деп бір мүгедек болғанын түр көрсеткен болатын. Ешқайсысы да жауапқа тартылған жоқ. Қайрат Сатыбалдыны көз қылып соттады 6 жылға. Ол негізі қаңтарға қатысты болған, бірақ қаңтарға қатысты деп емес, ішіп қойды, жеп қойды деп, одан кейін ақшасын қайтарды деп, оған кешіріммен қарап 6 жылға соттады. Демек, қазіргі уақытта Тоқаев билігі елдің жағдайын жақсарта алмайды деген сөз. Елде өзгеріс болу керек. Халық қиналып қашан қызайтын бір Құдай біледі. Оны ешкім білмейді. Қашан көтерілетінін. Ал сондай қиыншылықтың алдағы уақытта сондай бір үлкен дүрбелеңнің алдын алу үшін билік халықтың жағдайын жақсарту керек. Яғни Құлыбаев сияқтылардан, Өтемұратов сияқтылардан, Владимир Ким сияқтылардың, яғни Назарбаевтың ақшасын елге қайтару керек. Ол бір-ақ жол. Ұрлаған жоқ ақшаның барлығын. Сондықтан біздің айтарымыз, біз ақиқатты айта береміз. Арнамызға жазылыңыздар, пікір жазыңыздар. Осы эфирді кеңінен таратып, осы шындықтың көпке жетуіне үлес қосыңыздар.